Сондай-ақ төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері тарапынан 2019-2020 жылдары жылу беру маусымында аз қамтылған жағдайлары төмен отбасыларға улы газдарды анықтайтын арнайы датчиктер орнатылуда. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті тарапынан улы газдарды анықтайтын датчик бөлінді. Осы датчиктерді аудан көлеміндегі тұрмысы төмен көпбалалы отбасылардың тұрғын үйлеріне орнатылуда. Бұл датчиктің негізгі мақсаты тұрғын үйде қатты отындардың дұрыс жанбауынан, пештердің ақауынан газ бөлініп, түтін бөлініп, бөлмеге тараған кезде осы датчиктің дабыл беретін болады. Айта кетсек, мамандар өрт қауіпті маусымда тұрғындарға өрттің қандай жағдайда орналатынын еске сала отырып, датчиктердің негізгі қызметтерімен таныстырды. Келіп тұрған мақсатымыз абай, біз аудан төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері осы аудандағы көпбалалы, тұрмыс төмен және де жалғыз басты аналардың үйінде көмір отын жағатын үйлерге, тұрғын үйлерге андай көмір қышқыл газының улануын алдын алу мақсатында осындай датчиктер орнатып жүрміз. Рұқсат болса, сіздің үйге де осындай бір датчик орнатып кетсек деп едік. Өрттің алдын алып қауіпсіздік жұмыстарын жүргізген өрт сөндіру қызметкерлеріне аудан тұрғындары алғыстарын білдірді. Рахмет, Алладан қайтсын. Гүлзат Бекболат, Қуаныш Баякешев, Дәуренбек Хайроллаев, Серік ТВ телеарнасы.